السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Екінші дәрісімізді бастаймыз. Ғалымбек Тобашевтың Сары тәжвид кітапшасымен әріптердің дыбысталуы. Әріптің дыбысталу орны махраж деп аталады. Құран әріптері үшін махраж арқылы сыртқа шығады. Яғни махраж дегеніміз әріптердің шығатын жері десек болады. Орны, жері, мысалы хә мен хәмза тамақтың кеудеге біткен жерінен шығады. Яғни тамақтың ең астыңғы жағынан хә, хә, деген сияқты. Дыбыстың желдің іштен тамақтың астыңғы жағынан шығады. Сол жерден тамақтың астыңғы жағынан шығарып бастайсыз. Сол жерге не бересіз? Хамза әлифтің харакатталған, дыбысталған түрі. Айн, хә тамақтың ортасынан шығады. Айн, тамақтың ортасында шеміршек дей ма, сондай бір нәрсе бар. Сол артқа жылжу арқылы, яғни қысылу арқылы шығады. Айн, хә, айн. Тамақтың ортасынан шығады. Көп практиковать ету керек. Көп практиковать етпесеңіз ұмытылып қалады, немесе дұрыс шықпай қалады. Ғайн, ха тамақтың ауыз қуысымен қосылған жерден шығады. Яғни тамақтың ортасынан шықса айннан кейін ғайн, ха дыбысталады. Тілдің тамақтың жоғарғы жағы тілге жақын, тілдің түбіне жақын. Ғайн, ғойнды хо сияқты қыруға болмайды. Хо тек қырылып айтылады. Жалғыз әріп қырылып шығады. Қырғанда да деп бірнеше хыны шығарып жіберуге болмайды. Тек бірлет дейміз. Ғайн, ауыз қуысы және тіл қаф. Тілдің түбіндегі кішкене түйіншекке жақындау арқылы шығады. Яғни тілдің ең түп жағы таңдайдың түп жағына жақындау арқылы шығады. Яғни тілді таңдайдың түп жағына апарамыз. Тілдің түбін жақындатамыз, артқа қарай тартамыз. Қаф, ақ деп істеп көріңіз. Ақ деген кезде өзі баратын жеріне барады. Байқап көрсеңіз. Кәф
каф те қофтың қасында, бірақ сәл қофтан кейін, яғни қоф таңдайдың артқы жағында болса, каф таңдайдың сәл қофтан кейін сәл бер жағы, таңдайдың бер жағы. Қоф түп жағы болса, каф оның бер жағы. Дәл осылай таңдайдың жұмсақ еті тиюі арқылы шығады. Тіл таңдайдың жұмсақ етіне тию арқылы шығады. Кәф, кәф. Бірақ қоф сияқты артқа тартпайсыз. Көбінесе тілді жуан әріптерді дыбыстайтын кезде артқа тартамыз. Қаф. Ал жіңішке әріптерде тіл артқа жылжымайды. Жуан әріптерде жылжиды. Кәф, кәф. Тілдің таңдайдың жұмсақ етіне тию арқылы шығады. Кәф, кәф, кәф. Таңдайдың ортасынан кейін сәл артқа қарай. Кәф, кәф, әк, 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 әк. Тіліңізді таңдайыңыздың арт жағына апарып көрсеңіз, жұмсақ жері бар ғой, сол жұмсақ жері басталатын жерге тіліңіз жақындау арқылы. Яғни тіліңіздің өзі сол жерге жақындайды, сол кезде байқап көрсеңіз болады. Тіліңіздің шамамен арт жағы, үстіңгі жағы, сәл арт жағы және үстіңгі жағы жақындайды. Кәф, әк, әк. Және сөйтіп байқап көрген кезде қатты әурелеп керек емес. Егер қатты әурелеп қинайтын болсаңыз, дұрыс емес дыбыстап бастайсыз. Дұрыс емес, барлығын дұрыс емес орындап бастайсыз, қателікке барасыз. Сондықтан расслабленно дейді, расслабленно күйде жасалу керек. Я, шин, жим. Тілдің ортасы таңдайға жақындау арқылы шығады. Яғни тілдің ортасы таңдайға жақындайды. Я, үстіңгі таңдайға, таңдайдың ортасына жақындайды шамамен. Я, әй, әдейі. Әй деп айтып жатырмын, сукун қылып жатырмын барлық әріптерді. Сукун қылған кезде махражын табасыз. Яғни әріптің махражын табу үшін сол әріпті сукун қыласыз. Бірінші харакат қыласыз, сосын сукун. Бірінші харакатты аласыз, мысалы кез келген ә, и, у. Әй, және махраж керек әріпті сукун қыласыз. Сол кезде махраж шамамен қай жерден шығатыны белгілі болады. Тіліңіз, ерніңіз, ауыз қуысыңыз сол жерге қарай өзі қимылдап бастайды, сол жерге өзі көрсетіп бастайды. Сезініп, бақылап көрсеңіз. Әй, жайлап, спокойно, босаңқы, расслабленно дыбыстасаңыз түсінесіз. Әй, әш, әж, бұл деген негізі сукунды болған кезде бұл жим қалқалы әріп болады. Сондықтан әж деп оқылады. Қалқалы әріптері тіл ортасы таңдайға жақындау арқылы шығады. Доды бір күрделі әріптердің бірі. Тілдің үстіңгі жағы ауыз тістерге тию арқылы шығады. Яғни тіліңіздің айналасы бар ғой,
осылай үстіңгі тістердің айналасына, ішкі жағының айналасына тию арқылы шығады. Тіліңіздің сырты үстіңгі тістердің ішкі жағына тию арқылы шығады, сәл артқа жылжиды. әд, 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 да, да, әд, әд, әд. Осындай дыбыс шығады сукунды болған кезде. әд болды, басқа артық дыбыс шықпайды. ләм тілдің ұшы жоғарғы күрек тістердің етіне тию арқылы шығады. әл, 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 лә, лә, лә. Тілдің ұшы жоғарғы екі күрек тістің етіне тию арқылы шығады. Яғни алдыңғы күрек тістерге жақындайды екеуі де етіне. ән, 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 нә, нә, нун. Алдыңғы үстіңгі күрек тістерге жақындау болады, бұл сәл нуннан кейін алыстау болады тістерден. Нуннан кейін да. ро, 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 ро әрпі де сәл күрделілеу десек болады. Ереже бойынша да. ро кейде жуан, кейде жіңішке оқылады. Тілдің ұшы үстіңгі күрек тістерге жақын таңдайға тию арқылы шығады. әр, әр, әр. Яғни тіл сәл артқа жылжиды және тілдің ұшы әр, әр. Тілдің ұшы сәл бүйтіп жиырылады, таңдайға тиеді. әр, 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 ро, ро, әр, ро. нун алдыңғы күрек тістерге жақын болды ғой. Нуннан кейін ләм болды ғой сәл. Одан кейін орны. Мынау ләмнен кейін сәл десек болады шамамен. тә, дәл, та. Тілдің ұшы жоғарғы ортадағы екі күрек тіспен қызыл еттің қосылған тұсына тақалу арқылы шығады. Бұл оп-оңай да, себебі бұл жерде анық қай жер екені жазылып тұр. Қосылған тіспен еттің қосылған тұсына алдыңғы екі күрек тіс, жоғарғы алдыңғы екі күрек тіске. тә, тә, әт, әт, дәл, әді, әді, әді. Қалқалы әріп. та, әто, әто, әто. Қалқалы әріп. та. Тілдің ұшы жоғарғы ауыз тіспен қызыл еттің қосылған жеріне тию арқылы шығады.
бұл жерде жоғарғы болды, мына жерде қателік кеткен. Үстіңгісі дұрыс, астыңғысы енді оқиын деп жатқанымыздың тілдің ұшы жоғарғы ауыз тіспен қызыл еттің қосылған жеріне тию арқылы шығады дейді. Негізі бұл тілдің ұшы астыңғы тіске тию арқылы шығады. С, син, зә, 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 әз, син, әс. Осындай ысқыратын әріптерге жатады. Әс, сукунды болған кезде осындай дыбыстары шығады өзінің. Әс, со. Шамамен алдыңғы екі тістің ортасына тию арқылы шығады. Тілдің ұшы жоғарғы және төменгі күрек тістердің арасынан шығарылу арқылы шығады. Яғни екі тістің ортасынан сәл шығу арқылы шығады сақау әріптер. Фә, әф, зәл, әз. Екеуі де жіңішке. Жуандау күрделі әріптердің бірі, бір шығу жағынан. Жуандау, бұл жерде екі жіңішке әріп тіл алға қарай шығатын болса, бұл жерде қатты алға шығармайсыз, керісінше сәл артқа қарай тартасыз. Және жуан дыбысталады. Себебі жуан әріптер. Алдында айтып кеттім, жаңа сәл артқа тартылу, жиырылу арқылы дыбысталады. Ерінге қатысты жаңа біз тамаққа қатысты және ауыз қуысы және тілге қатысты әріптерді өттік. Енді ерінге қатысты. Фә, жоғарғы ортадағы екі күрек тіс төмендегі еріннің ішіне тию арқылы шығады. Яғни жоғарыдағы екі тіс бар ғой, ортадағы. Сол ерінге тию арқылы шығады. Әф. Өзіңізді қинамай, әф деп просто дыбыстап көріңіз. Сол кезде өзі баратын жеріне. Қинап керек емес. Барлық әріптерді дыбыстаған кезде қинап керек емес. Тек а емес, деуге дыбыс. Әф. Тек дұрыстап дыбыстаңыз. Барлық харакатты, әріпті. Әф. Ф-ны дыбыстай аласыз. Барлығы мына жерде қазақша әріпке жақын. Сондықтан қиындық болмайды, қатты қиындық болмайды. Кейбір әріптер, күрделі әріптер болмаса. Әф деген кезде тілдің үстіңгі тіл екі тіс ерінге тиеді астыңғы. Әф қатты тимейді, енді барады сол жерге жобалап. Әф қатты қинап
өзіңізді қинап бір жаңағы қатты бір шеттен шықсаңыз қателесесіз. фә сондықтан қинамаңыз. уау, мим, бә бұл әріптерден әріпі еріннің бір-біріне шапшаң жабылып ашылу арқылы мим әріпі еріндердің ішкі жағын ақырын жабу арқылы вау әріпі еріннің ұштарын жаппай алға қарай сәл созу арқылы шығады. Яғни вауды алайық. Вауды білесіз, ерін алға қарай жиырылу арқылы шығады. Яғни ерін уәу, у, әу, уәу, әу, алға қарай созылады. Мим, бұларды жаттап керек емес. Сізге ең маңыздысы түсініп алу керек. Мим, ақырын ерін ерін онсыз да жабылып тұрады ғой. Немесе дыбыстап қатқан кезде бір-біріне тию арқылы шығады. Тоқтаған кезде кішкене осындай бір ғуннасы болады, өзінің кішігірім бір себебі деп сразу деп жеп қоя алмайсыз. Себебі осындай аяттың соңында тоқтаған кезде сондай әріптер болады. Сәл кішкене дұрыстап дыбыстауға мән беру керек болатын. Аятты оқып жатқан кезде, тоқтайтын кезде, мысалы деп сразу барлық әріпті жеп қоюға болмайды. Деп кәдімгідей асықпай дұрыстап дыбыстап тоқтайсыз. Ерін өз-өзіне тиіп тұр ғой. Болды, осылай шығады. Негізі тағы да дәріс түсірейін деп едім, бірақ бұл дәріс тағы да қосам ба деп едім. Дәріс ұзап кетті, сондықтан екінші дәріс тамам.